Сәлем достарым, мен сіздермен бүгін осындай күздік жапырақтарды жасау жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін 3 түрлі түсті таңдап аламыз: жасыл, сары және қызыл. Мастикаға бояуымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жасыл түсті, сары түсті және қызыл түсті. Дайын болғаннан кейін үшеуін қосып, бір ғана шарик жасайтын боламыз. Оны жайып, түрлі түсті етіп, жапырақ формасында кесетін боламыз. Міне сол кезде түрлі түсті күз бейнесіндегі сары, жасыл, қызыл жапырақтарымыз пайда болды. Енді осы дайын болған жапырақтарымызды кез келген тортты, пирогты әзірлеуге пайдалануға болады. Міне сонымен біздің өте әдемі сарғайған күздік жапырақтарымыз дайын. Сіздермен болған нағима. Пікір қалдырып лайк басыңыз.